Мен Гарри Поттер и тайная комната кітабын оқыдым. Оның авторы Джоанна Роулинг. Ол кітапта Гарри есімді бала туралы айтылған. Ол баланың ата-анасы қайтыс болған. Ол жетім бала болып, Гарридің тәтесі мен ағасы оны асырап алады. Оның 11 жасында оны Хогвартс атты мектепке оқуға шақырады. Ол келісіп, сол жаққа оқуға барады. Ол жақта ол Гриффиндор атты топқа қосылады. Ол жақта оның екі досы пайда болады, Гермиона және Рон. Гарри мектептің ішін аралап жүргенде бір құпия бөлме туралы біледі. 9 күн демалысында оқыған кітаптың аты Ханшаттардағы кездесу. Оның авторы Бейсенбай Сүлейменов. Оның ішінде көптеген ертегілер бар, көптеген әңгімелер бар. Мен сол себепті сіздерге 5 ертегінің тақырыбын айтып бергім келіп отыр. Оның біреуі Тарша бала мен күнекей қыз және Баобаб, Африканың ержүрек пілдері немесе ғасырларға жалғасқан құпиялар. 4-ші Қорғалжын саған қоққыздар. 5-ші Туған жерге оралу. Мен қысқы демалыста қыздарға арналған энциклопедия оқыдым. Бұның ішінде денсаулыққа пайдалы заттар бар. Мысалы, бұл кітаптың ішінде бет күтімі, шаш күтімі, қыздарға арналған үй шаруашылығына арналған заттар бар.